Сәлеметсіңдер ме? Бүгін бізде өте ерекше күн. Себебі балалар, бүгін біз көптеген жаңа ойындармен танысатын боламыз. Балалар, менімен бірге ойын ойнауға дайынсыңдар ма? Ол үшін балалар, бірінші амандасып алайық, иә? Сәлеметсіңдер ме, балалар? Сәлеметсіз бе? Бүгінгі көңіл күйлерің қалай? Жақсы. Олай болса, балалар, орнымызға жайғасып, ғажайып тақтамыздағы ойындарымызды ойнайық. Балалар, тақтадағы ойынға назар аударайық. Біздің тақтада қазір ойынымызда әртүрлі белгілер бейнеленген. Сол белгілерді басу арқылы біз қазір ойынымызды жалғастыратын боламыз. Балалар, кім шыққысы келеді? Абай келе ғой. Күрек деген сөзді бізде бастапқы сөзді оқыш. Бата. Бата дегенде неше буын бар? Бата. Жарайсың. Мен Келе ғой. Қайсын қалайсыз? Ол бізде құмыра. Құмырада берілген сөз қандай? Буынға бөліп оқыш. Ана дегенде бізде неше буын? Неше буын? 2 буын. Жарайсың. Болды. Ол бізде карта, картада берілген сөз қандай? Алма дегенді буынға бөлш. Алма. Неше буын? 2. Жарайсың. Балалар, қараңдар, бізде тақтада сөмке, компас, карта және де балға, күрек берілген, Осы құрал жабдықтарды кімдер пайдаланады деп ойлайсыңдар? Археолог. Балалар, археолог деген бізде өткен замандағы бұрынғы адамдардың қалай өмір сүргенін зерттейді. Ол кейде балалар адамдардың қандай ыдыс қолданғанын және де ойыншық, әшекей деген бұйымдарды зерттеп тапқан, динозаврлардың сүйектерін зерттеген. Осылайша балалар, біз динозаврлардың қалай өмір сүргенін білетін боламыз. Балалар, енді біз динозаврлар жайлы қызықты ақпаратты тақтамыздан бірге тамашалайық. Сәлеметсіздер ме, балалар? Сендер динозаврлар туралы білгілерің келе ме? Олай болса, мені мұқият тыңдаңдар. Динозаврлар өте ертеде шамамен 200 миллион жыл бұрын өмір сүрген алып жануарлар. Олар адамдардан бұрын жер бетінде болған. Олар орманда, тауда, өзен, көлдердің, жердің барлық бөлігінде өмір сүрген. Динозаврлардың түрлері өте көп, соның бірі шөпқоректілер. Олар мейірімді және баяу жүретін болған, өсімдікпен қоректенген. Жыртқыш динозаврлар етпен қоректенген. Жылдам тістері өткір болған, кейбір динозавр ұша алған. Ғалымдардың айтуынша, үлкен метеорит жерге соғылған, ауа райы өзгерген, өсімдіктер азайған. Динозаврлар содан кейін жойылып кеткен. Динозаврлар жұмыртқадан шыққан, кейбірінің қауырсыны болған. Құстар динозаврлардың ұрпағы деп есептеген. Ал мен сендерге балалар қызықты ертегіні алып келдім. Сол ертегіні динозаврлар жайлы бірге көрейік, балалар? Үлкен таулы орманда. Дино мен достық орманы. Ертеде. Үлкен таулы орманда. Кішкентай, бірақ өте мейірімді. Дино деген динозавр өмір сүріпті. Диноның түсі жасыл, көздері күлімдеп тұрады екен. Ол бәріне көмектескенді жақсы көріпті. Бір күні Дино орманда аралап жүріп, жылап отырған Тико деген кішкентай динозаврды көріпті. Неге жылап отырсың? Деп сұрапты Дино. Мен жолымды тауып алмай қалдым депті Тико. Дино ойланбастан, уайымдама, біз бірге табамыз, депті. Жолда оларға ұшқыш птиға, үлкен әрі ақылды браны және көңілді Рекси қосылыпты. Олар бірге тастардан көпір жасапты. Өзеннен өтіпті, биік таудан асыпты. Ақыры Тико өз үйін тауыпты. Ол қатты қуанып, рахмет, достар, жалғыз болсам таба алмас едім депті. Сонда Дино, достық болса, бәрі оңай, деп күлімсірепті. Сол күннен бастап, ормандағы барлық динозаврлар бір-біріне көмектесіп, тату тәтті өмір сүріпті. Балалар, сендерге ертегі ұнады ма?
Балалар, ертегіде неше динозавр бар екен? 4 dinozavr. Жарайсыңдар. Балалар, ертегіміздегі динозаврлардың аттары қандай екен? Аха. Dinozavr. Дұрыс айтасың. Dinozavr. Балалар, енді осы ертегідегі 4 динозавр арқылы ойын алаңдарына бөлінетін боламыз. Балалар, қазір біз осы топқа барған балалар дино ойын тобы алаңына барады. Келесі біздегі ойын алаңы стикозавр деп аталады. Брахинозавр тобы және де бізде тиранозавр тобы болып, қазір біз 4 топқа бөлінетін боламыз. Балалар, біз тақтада жасырынған суреттер арқылы ойын алаңдарына бөлінетін боламыз. Ал қанекей балалар, орнымыздан тұрамыз, кезекпен кезек тақтадағы сандарды таңдаймыз. Балалар, сендердің алаңдарында берілген ойын, әртүрлі текшелер берілген. Осы әріптерден басталатын сөздерді осы текшеге жинаймыз. Мысалға, балалар, қараңдаршы, бізде с әріпі бізде сағат деген секілді осы текшелерге орналастырамыз. Балалар, сендердің алдарында бүгінгі өтілген ертегі желісі бойынша берілген суреттерді орналастырамыз және де ертегіні айтамыз. Балалар, сендерге берілген ойын, қазір бізде динозаврдың суреттері берілген және де неше динозаврды қосқан кезде қандай сан шығатынын қазір біз белгілейміз. Балалар, келесі бізде ойнайық та ойлайық ойыны. Қазір бізде берілген әр әріпке байланысты суреттерді орналастыратын боламыз. Мысалға, бізде ш әріпі шырша деген секілді. Мұхаммед Али, сенде қандай әріп? Т әріпіне қандай суреттерді орналастырамыз? Таспақа, дұрыс. Сосын? Түлкі, жарайсың. Түйе, жарайсың. Маш, сенде қандай әріп? Ш әріпіне қандай суреттерді саламыз? Шана, жарайсың. Сосын? Жарайсың. Абай, бізде ертегі бойынша бірінші қандай динозавр кездесті? Дино. Аха, жарайсың. Сосын? Қандай динозаврға кездесті? Брахинозавр. Жарайсың. Содан кейін? Қышқас. Дино стикозаврға не деді? Жолды көрсетті. Ол бізге жолды көрсетті ма? Көрсетті. Нұрали, сен қандай суреттерді орналастырдың? Түйе, бақ, шана, қасқыр, нан, дос, балық. Жарайсың. Зере, бізде екі динозаврды қосқанда неше болады? 4 болады. 3 динозаврға 2 динозаврды қосқанда? 5. Жарайсың. Бізде 4 динозаврдан 1 динозаврды азайтқанда қанша болады? 3 болады. Жарайсың. Бізде 5 динозаврдан 2 динозаврды азайтқанда қанша? 3. Жарайсың. Қазір біз бойымызды сергітіп аламыз. Ол үшін біз жуан жіңішке ағаштарды секіріп арқылы бойымызды сергітеміз. Азима? Балалар, динозаврлар жұмыртқадан пайда болған. Қазір біз осы сиқырлы жұмыртқаны ашу арқылы динозаврларды құрастыратын боламыз. Ойын алаңындағы балалар, қазір сендер 3D очки арқылы ертегіні телефон арқылы көретін боласыңдар. Балалар, сендерге ұнап жатыр ма?
қазір біз Ботли ойын алаңында Ботли роботы арқылы ертегі кейіпкерлеріне саяхат жасайтын боламыз. Нұрали, сен қай динозаврға саяхат жасағың келеді? Жарайсың, кеттік. Жарайсың, Нұрали. Жарайсың. Азима, сен қандай динозавр құрастырдың? Ұшатын. Жарайсың. Балалар, менің қолымдағы ескі замандағы археологтардың қолданған құрал жабдықтары. Менің қолымдағы балалар бұл дүрбі, яғни археологтар алыста көзге көрінбейтін заттарды осы дүрбі арқылы жақындату арқылы көрген. Келесі бізде балалар, бұл археологтардың су ішетін ыдысы болған. Олар әртүрлі шөлейтті жерлерде әртүрлі ойыншықтарды, әшекейлерді зерттеу барысында осы арқылы су ішкен. Ал мынау балалар археологтардың аз ауқаттарын салып жүретін өздерінің арнайы ыдыстары. Оның ішіне балалар археологтар қарындары ашқан кезде тағамдарын өздерімен бірге дайындап, қарындары ашқан кезде жейтін ыдыстар. Балалар, қазір біз зерттеу жұмыстарын жасаймыз. Осы құмның арасынан динозаврлардың сүйектерін осы үлкейткіш арқылы қазып табатын боламыз, және де археологтардың жұмысын жасаймыз. Мен құмның арасынан динозаврның сүйектерін таптым. Динозаврдың қолын таптым. Балалар, қазір біз динозаврларды әртүрлі түстерге бояймыз. Мен динозаврды боядым. Мен динозаврды жасыл түске боядым. Мен динозаврды жасыл түске боядым. Балалар, бүгінгі ойнаған ойынымыз сендерге ұнады ма? Әрине. Біз қандай ойындар ойнадық? Абай, сен қандай ойын ойнадың? Ойын ойнағанда сен не істедің? Мен ертегіні құрастырдым, айттым. Азима, сен қандай ойын құрастырдың? Мен ұшатын динозавр құрастырдым. Жарайсың. Нұрали, сен қандай ойын ойнадың? Мен очкимен ертегі көрдім. Жарайсың. Ертегі саған ұнады ма? Әрине. Жарай. Балалар, бүгінгі ойындарға сендер өте керемет қатыстыңдар. Әрқайсыларың өздерінің ойындарыңды өте керемет ойнап шықтыңдар. Мен сол үшін сендерді тәттілермен бағалайтын боламын. Или бәріне таратса қайттан аласың. Тез таратта, ал Олай болса, балалар, бүгінгі біздің ойындарымыз аяқталды. Бүгінгі ойынға қатысқандар үшін сендерге көп рахмет, балалар.